Allahu Ekber. Assalamualaikum warahmatullah. Өз үш балам бар, ортасындағы ұлым еркелетіп өсірдім оны. Намаз оқи бастады, намазына да қарсы болған жоқ. Үш күн соткасы сөндіріліп тұрды. Содан 3 күннен кейін бір хабарласты ғой. Мама, мен осындай діннің оқуына кеттім мен. Содан мен ана телефоным қолынан түсіп кетті жазда, Жандос, не айтып тұрсың, қайдасың? Маған жердің дүние төңкеріліп кеткен сияқты болды. Дінге кірген кезде Саудияны, соларды ғалым санайтынбыз да, олардыкін дұрыс деп Қарағандыға отпуск алып барып, жолдастарым, таныстарыммен кездестім. Сол уақыттарда сол как раз видео шығып атты, мұсылмандардың қиналып жатқандарын көрсетті. Соларды көріп, эмоцияға беріліп кеттік. Басында Алеппо деген қалаға бардық. Бірінші соғыста сол қатыстым сол жерге. Шам жері деген полигон сияқты болды. Үлкен державалардың арасында бір-бірлерін, нелерін, күштерін көрсетті ғой. Бүкіл қару-жарақтарын көрсетті сол жақта. Біз не болып қалдық да? Подопытный кролик. Ұлттық сананы жақсы меңгермегендікті салдары. Өйткені әр адам, ер азамат өзіне бір имидж іздейді, өзіне бір тұлға іздейді, біреуге ұқсасам деп. Ол жігіттердің сол радикалдыққа, басқа бағытқа кетуіне себебі салдар осы да болды. Арабтардың ең құрметті кейіпкерлер сахабалар болған болса, пайғамбардың қасындағы қазақ даласында да сондай бір кейіпкерлері және тұлғалары бар. Және байланыстыру керек шариғатпен. Сол уақытта олар оны қазақтың тұлғасымен де, қазақтың мәдениетімен де, қазақтың дәстүрімен де байланыстыра алатын болды. Ашаршылықты да көрді, шөптің тамырын қайнатып жегендерді де көрді. Тозақты көріп кеп отыр ғой. Алькөл деген лагерде 2 келінім, 5 немерем сол лагерде отыр. Қаңғыған оқ тиіп кетпесе екен деп ойлаймын. Такфиризм, салафи дейді кейбіреулер. Сол идеологияны жолды дұрыс деп ойлағаным сол менің қателігім да. Жастарға айтам, бізді көріп, бізге қарап сабақ алыңыздар көп нәрседен. Жақындардың қадірін түсініңдер.